Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бұл біздің Гринчтің екінші бөлімі. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді біз бастаймыз. Бұл кезде мен Макспен ең алғаш рет танысып едім. Ол маған жүгіріп келді, және мен оны құшақтап күлдім. Содан кейін мен ол кезде қатты тоңып едім. Кейін Макс маған бір қалпақты әкеп маған берді. Кейін мен ол қалпақты киіп алдым. Содан кейін екеуміз бір-бірімізге содан бері жақын достар болып кеттік. Содан бері Макс екеуміз айырылмастай дос болып кеттік. Екеуміз бірге тұрамыз әлі күнге дейін. Ол мені күнде оятып, маған таңғы ас дайындап береді десем де болады. Макс, бүгіне тамақ жоқ па? Сен өткеннен бері көп тамақ жеп қойдың ғой. Қашан? Есіне салайын ба? Шынымен жоқ па? Шынымен жоқ екен. Енді біз ана дүкенге баруымыз керек болады. Иә, қазір тез жиналайық. Жүр, Макс, кеттік. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Макс, ертеңге қайтамыз керек. Көрген адамның бәрі осы сөзді айта береді. Жоқ, Макс, біз ұзақ қала алмаймыз. Білесің ғой, мен жаңа жылды ойламайтынымды. Бұл менің ең жаман көретін мерекем. Сен не үшін маған қаратып тұрсың? Мен жай ғана ойнағым келді. Келе жатқан мейрамыңызбен жаңа жылды айтып тұр ма? Иә, сондай сияқты. О, Гринч, қалайсың? Саған не керек? Мынаған қарашы, сен кішкентай ғана қызды жылатып қойыпсың. Не? Мен оған мүлдем тиіскен жоқпын, ол өзі бірінші бастаған. Мен оған тіпті артық сөз айтқан жоқпын. Мен сені білем ғой, Гринч. Біз бұрыннан бері, былайша айтқанда, жақсы таныспыз. Мен сені өте жақсы білем. Және сен осы кішкентай қыздарды, балаларды жатқанды жақсы көресің. Не? Ол мүлдем олай емес. Мен ешкімге тиіспеймін. Мен өзімен өзім жүрген несін? Құбыжықсың ба?
Наны қарашы, адамдардың бәрі саған қорқынышпен қарап тұр. Біздің теріміздің түсін қара, ал сенікін қара. Сенікі қандай? Сол жап-жасыл. Наны қарашы, міне ұстап көрші осы қызды. Міне жылап тұр, сенен қорқып тұр. Енді сен осы жаққа мүлдем жақындамайтын боласың. Түсінікті ме? Біз бір жолада осы сендей жасыл құбылжықтан құтыламыз. Келісесіңдер ме? Иә, біз толықтай келісеміз. Мінеке, бұл қыз әлі жылап тұр. Иә, мен де келісемін. Балалардың амандығы ол біздің ең басты құндылығымыз ғой. Иә, сен де дұрыс айтасыңдар. Енді осы Гринчті осы жерде мәңгілік қуып жіберу керек. Наны қараңдаршы. Ол біз жейтін тамақты жейді. Мінеки, әкел бер. Бұл менікі ғой. Енді сенікі емес, біздікі. Мінеки. Наны қараңдар, қанша тамақ алған. Не соның барлығын жеме? Иә, біз жаққа келмеуші осының бәрін жейді. Содан кейін бізді іздеп келмейді ол. Бізді ойламайды. Бұның тек ойлаған тамақ. Мә. Сен өте қатты маған жала жауып жатсың. Жоқ, мен барлық шындықты айтып жатырмын. Мен сені өте жақсы білемін, Гринч. Енді сен бұл жаққа келмейсің. Сау бол. Қанеки, мына итіңді бер. Кет. Жарайсыз. Иә, сіз жарайсыз. Алақа, енді ол құбыж жоқ. Иә. Енді барлығымыз жақсы өмір сүретін боламыз. Ол құбыжықсыз. Иә, енді біз жаққа жасал құбыжық қайтып келмейтін болады. Сен нешін қуанбай тұрсың? Мен кішкене ауырып тұрмын. Макс, кеттік, үйге кірейік. Сол баяғыдай бізді ешкім жақтырмайды. Тек екеуміз бір-бірімізді ғана түсінеміз. Мінеки, Макс, сен жібер, мен кішкене демала тұрамын. Енді жаңа жылды олар мүлдем тойламайтындай қылып бір нәрсе жасайтын болады. Макс, мына идея туралы не ойлайсың? Не, сонда бұл идеям жаман ба? Түсінікті. Сен одан да қарапайым жолын іздеп жатсың ба? Түсінікті. Енді ертеңнен бастап біз жаңа жылды құртатын боламыз. Соған дайындал. Макс, саған жоспарымыз толық түсінікті ме? Түсінікті болса, енді біз өзіміздің костюмдерімізді киіп көреміз. Тағы да қайталап айтып шығайын. Бүгін Аяз ата балаларға әрине сыйлықтарын беріп кетеді. Ал біз сол сыйлықтарды алып қоямыз. Болды, енді мына костюмдерімізді киіп көрейік. Енді біз толықтай дайынбыз.